Амансыздар ма оқырмандар? Арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын. Баршаңызға рахмет. Бақаның бағын бергенше, сұңқардың сорын берсін. Бақа қанша бақытты болса да, шалшық көлден шықпайды. Сұңқар қанша сорлы болса да, биікте көкте самғайды. Жер азғындаса, су көбейіп, мұз басар. Далаң азғындаса, шөл көбейіп, тұз басар. Адам азғындаса, пір көбейіп, күл шашар. Асылы, адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап, бояуға, оған ажар, түр беруге, оны әшекейлеп, өрнектеуге еңбек етеді. Өмір талас, өмір күрес, өмір жалған. Шыдай келе, бұл жалғаннан көңіл қалған. Бар сынақтан өзіңді аман алып шықсаң, одан асқан барма бақыт, барма арман. Егер түйіткілдің шешімі бар болса, оны уайымдаудың қажеті жоқ. Шешімі болмаса, оны уайымдау бекер. Бір данышпаннан дүниеде ең үлкен қандай ысырап жасадыңыз деп сұрапты. Адамның қадірін білмейтін кісілерге бөлген уақытым, сөзім мен күш жігерім деген екен. Қайғыны жыртық көйлегің сияқты үйде қалдырып кет. Жақсыға айтқан сөзің ем болады, ақылы надандардың кем болады. Жамандарға насихат айтқан сөзің жаңғырыққа шорменен тең болады. Даналардан жеткен ұлағатты сөздер. Адам қызғаныштан тез қартаяды. Реніштен ауру пайда болады. Ашушаң жүдегіш келеді. Адамды тәрбиелейтін қаталдық емес, мейірім. Ұйықтар алдында бәрін кешіріп, таза жүрекпен ұйықтаңыз. Әр қиындықта жеңілдіктер, әр көз жасында қуаныш, әр сабырлықта абырой жасырылған. Бақыт жарыңыздың адалдығы, бала-шағаның амандығы, отбасының татулығы. Адам басына бақтың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі. Ашу ақылсыздықпен басталып, өкінумен аяқталады. Өзгенің қателігін сынаған, өзінікін байқамайды. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Сізге өсек айтқан адам сіз туралы да өсек айтады. Ақылды адам біреудің кем-кетігін өзі түзеп жүреді. Ақымақтар біреудің кем-кетігін жіпке тізіп жүреді. Алыстан саған атартып келетін дұшпан жоқ. Дұшпан өз қасыңнан шығады. Үріп келген иттен гөрі, күліп келген дұшпанға бата алмайсың. Сол үшін оларды үнсіз жең. Қадірі кеткен күні не ит болып қаба алмайды, не дос болып келе алмайды. Бақытты адам болмайды, бақытты сәттер ғана болады. Бақытты өмір болмайды, бақытты күндер ғана болады. Бақытты күндер болмайды, бақытты сағаттар ғана болады. Бақытты жылдар болмайды, бақытты мезгілдер ғана болады. Бақытты айлар болмайды, бақытты мезеттер ғана болады. Бақытты ғұмыр болмайды, естеліктер ғана болады. Ешкімнен ештеңе күтпеу керек. Өз жүгіңді өзің көтеріп жеңу керек. Жалқауланып жатсаң тұру керек. Белді бекем түзу жолда буу керек. Ешкімнен ештеңе күтпеу керек. Келгенсің жалғыз, соны білу керек.
Біреудің қайғысы біреуге несі керек? Сол үшін тұру керек, күресу керек. Ешкімнен ештеңе күтпеу керек. Өз тағдырыңа берілген көну керек. Сүрінсең қайта сеніп тұру керек. Себебі сынақ үшін келгеніңді білу керек. Алланың шексіз мейірімін алу керек. Ол үшін таза құлшылық ету керек. Сынақты күлімдеп жеңу керек. Артынан екі жақсылықты күту керек.